Хасан Басри дорында bir аял келіп, ал затқа көз жашын төкті. Бұл дартты аялдың күн бойы көз жашын төгіп алсыз болып тұрғаны белгілі. Хасан Басри аялдан емне қалағаның бар деп сұрады. Устаз, bir қызым бар әле. Дүйнеге той болған абалда, жаш абалында дүйнеден өтті. Өзіңіз білесіз, енемін да, перзентім үшін күйіп жанып кетіп жатам. Қызымды bir жолы болса да, түшімде көрішті қалаймын. Мұның bir жолы бар болса, Аллах разычылығы үшін маға үйретіңіз деді. Хасан Басри, мен саға bir жол көрсетемін. Ошоны атқарсаң, қызыңды түшіңде көрішің мүмкін. Құптан намазынан соң, Аллах разычылығы үшін өзіңше 4 рекет намаз оқы. Намаздың ар рекетінде Фатиха сүресінен соң, bir жолы Такасур сүресін оқы. Намаз түгенгенден соң, уқтап қалғанға чейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам салават айт. Дарту эне ошол бойдон кечелери ибадат кылуу жана салават айтуу менен убара болду. Bir күнү ал кызын түшүндө көрөт. Кыздын буту колдору оттон болгон кийим кийген эле. Аял көрүп ойгонот. Ошол замат Хасан Басриге келип көргөн түшүн айтып берет. Ошондо Хасан Басри аялга өлгөн кызың үчүн bir жакшы амал кылгын, садака бер, өлгөндөр үчүн кылына турган мындан өткөн жакшы иш жок деди. Аял кызы үчүн садака берди, дуа кылды. Аллахтан кызы үчүн күнөөсүнүн кечирилишин тиледи. Bir күнү Хасан Басри түшүндө бейиштин багы менен тозокту көрөт. Бактын бирөөсүнүн ортосунда сулуу bir кызды көрөт. Анын кийгени болсо нурдуу кийимдер болчу. Ал зат кыздан сурады. Сенин энең сени тозокто оттун ичинде көргөн эле. Сенин бул жашооң болсо, бейиш жашоосуга. Кыз, мурдагы акыбалым энем көргөндөй эле болчу. Аллахтын сүйкүмдүү досторунан, салих пенделеринен bir зат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айткан бардык салаваттардын сообун мага багыштады. Ошол себептен Аллах Таала мени кечирди деп жооп берди. Хасан Басри ошол замат кыздын энесинин жанына барып, түшүн аялга айтып берди. Аял, азиретим, мындан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айта баштаймын деди.